Қалайсыздар? Бүгін маңызды сабақтардың бірі аккаунтқа дұрыс прогресс жасауды үйренетін боламыз. Кеттік. Ең бірінші күн аккаунттардың профилін толық толтыру керек. Одан кейін жасынан бастап киетін ас киіне дейін. То есть кәдімгі өзіңіздің толық ақпараттардың барлығын толтырғаныңыз дұрыс болады. Описание толтырамыз, жаңағы қайда жұмыс жасаймыз, қай жақта оқыды, қай жақта оқып жатырмыз, соның барлығын толтыру керек. Одан кейін пост, фото, комментарий күнделікті 2-4 штук. Яғни бір 2 пост саласыз, 2 фото сала қоясыз, мысалы сол постпен бірге, одан кейін комментарий. Басқа адамдарға бір 2 комментарий жаза қоясыз. Күнделікті. Осы нәрсені жасауға сізде бір 5 минут қана кетеді. Даже 5 минутта емес. Одан кейін үшіншісі двухфакторка қосып номерге және приложениеге тіркеп қою керек. Приложение Google аутентификатор деген нәрсе бар, одан кейін Duo Mobile деген нәрсе бар. Сол екеуін қосып, то есть екеуінің біреуін қолданыңыз приложение, номерге кәдімгі смс келеді. Сол смс бойынша тіркеп қою керек болады. Двухфакторная аутентификация деп аталады. Жаңа двухфакторка деп қысқаша айтып жатырмын. Одан кейін екінші күнде біз жаңа бірінші күндегі екінші әрекетті жасаймыз. Ол қандай әрекет? Жаңа пост, фото, комментарий. 2 пост, сол 2 постпен бірге 2 фото, одан кейін басқа адамдарға бір 2 комментарий жазамыз. Одан кейін келесі екіншісі 1 сағат Facebook'тағы ойындарды ойнаймыз. Ең бастысы бұл жерде ескертетін нәрсе, Facebook'тағы ойын сізді алып кетуі мүмкін, 3-4 сағатқа кетіп қалмаңыз. Үшіншісі страницаны ашып, полный толтырамыз. Осы кезде ғана Facebook страницаны ашу керек болады. Содан кейін бар бұл страницаға полный ақпараттар енгіземіз, қанша уақыт жұмыс жасайды, қалай жасайды деген секілді. 4-ші страницаға 2-4 пост саламыз. 5-ші страницаға Instagram'ды тіркейміз, одан кейін 6-шысы тағы 1 сағат Facebook ойын ойнаймыз. Бұл әрекеттерге сізде ойын ойнау 2 сағат, анаған 5 минут, ана жерге тоже бір 10 минут кетеді, 2 сағат 15 минут кетеді. Үшінші күнде жаңағы ең бірінші пост, фото, коммент жазамыз, одан кейін екіншісі рекламный аккаунт информациясын толтырамыз және картаны тіркейміз. ADS менеджер бетін просто 2 сағатқа ашып қоямыз, одан кейін ешқандай әрекет жасамаймыз. Яғни ADS менеджерге кіресіз, просто ашып қоясыз ноутбукты, просто 2 сағатқа басқа жұмысыңызды жасай бересіз. Сол аккаунтқа кіріп, просто телефонмен сол аккаунтқа кіріп, Facebook'тың ішіне ойын ойнай берсеңіз болады. Одан кейін 1 сағат Facebook'та ойын ойнаймыз. 2 сағат ойнасаңыз да болады. Кеттік. 4-ші. Біріншісі $5 күніне реклама жіберіп, аккаунттың трафигін көтереміз, яғни то есть карта арқылы ақша алыну керек. Бұл жерде минимум 5 күн. 4-5 күннен кейін нормально реклама жіберіп бастауға болады. Так, енді қараңыздар, $5 деп тұр. Бұл жерде $5 емес, даже $3 қойсаңыз да болады. И там 5 күн мүмкін, егер де сізге көп болып жататын болса, 3 күнге қысқартсаңыз болады. То есть 3 күн $3, сәйкесінше $9. Общий осы бізде сәйкесінше аккаунт рекламасы, мысалы, например, 3 күн жүреді. Одан кейін бізде прогрев 4 күн, 7 күн, то есть 1 апта уақытта сіз бір аккаунтты дайындап шығасыз. Енді қараңыз, реклама жіберген кезде бір компания, бір группа объявлений және де бір ғана объявление болу керек. Солай жасайсыз и все, қозғамайсыз. Соны просто ADS менеджерге ұмытып кетеміз. Арғарай келесі күндері, реклама жүріп тұрған күндері просто ойын ойнап, басқа нәрселер жасап, басқа рекламаларға өтіп, мысалға рекламаларға заявка тастап, Facebook'тың ішінен реклама заявка тастап жасай берсеңіз болады. Неге? ADS менеджерге кірмей қойсаңыз болады. Кеттік. Үй тапсырмасы. Кемінде 3 аккаунт ашып, оны прогресс жасауды бастау. 3 аккаунт сәйкесінше сізге 3 сим-карта керек болады. Сим-картаны алу Қазақстанда өте оңай. Просто любой бір дүкенге барып ала салсаңыз болады. Ал неде басқа елдерде кішкене сим-картамен қиындау. Әрбір сим-картында, мысалы, например, кейбір елдерде бір адамға тек қана бір сим-карта ғана беріледі деген секілді. Немесе сим-карта егерде там алу қиын болып жатса, виртуальный сим-карта деген нәрсе бар. То есть нелер, мысалға бізде не болады ғой? Мысалы, виртуальный ақшалар болады, дәл сол секілді виртуальный сим-карта сатып алуға болады. Интернеттен просто Google-дан виртуальный сим-карта купить деп іздесеңіз, сізге толып шығады. Соның ішінен біреуін таңдап сатып алсаңыз, солмен жұмыс жасауға болады. Яғни 3 аккаунт бізге алдағы уақытта керек болады. 3 аккаунтты дайындауға сізге бір аптаға уақыт қана жеткілікті болады. Басындағы бір 4 күн прогресс жасайсыз да, қалған 3 күн уже жайлап рекламаңызды, ең бірінші клиенттің рекламасын қосып қойсаңыз болады.
но жаңағы айтқандай күніне $5 бір группа объявлений, жаңағы бір компания бір группа объявлений және де бір ғана объявление, и все. Одан артық жасаудың қажеті жоқ. Ол кезде уже екінші рекламаны бірден анау проверкада тұр, екінші рекламаны жіберіп тастайтын болса, уже банға кетеді. Сол себепті айтылған бойынша бірге бір жасаңыздар, одан артық нәрсе жасап қойсаңыздар, уже Facebook аккаунтыңыз банға кетіп қалуы мүмкін. Сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше.